Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, студенттер? Менің бүгінгі видео сабағымның тақырыбы антивирустық бағдарламалар. Мен Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Дүйсенбаев Фариза боламын. Жалпы бүгінгі менің алып жатқан тақырыбым бойынша антивирустық бағдарламаларды бұл сабақтың мақсаты вирустардың пайда болу белгілері және оларға қарсы антивирустық бағдарламалар туралы білімді толықтыру үшін арнайы түсірілген болатын. Енді бұл сабақта вирустардың пайда болу белгілері, жалпы антивирус ұғымы туралы, қазіргі таңда қандай танымал антивирустық құралдарды пайдаланамыз, міне солар туралы айтып өтетін боламын. Вирустардың жалпы пайда болу белгілеріне тоқталып кетейік. Олардың бірнеше себептері бар, белгілері бар. Мысалы, бірінші, экранда бөгде символдар, хабарламалар шыға бастайды. Келесі, компьютеріңіз баяу жұмыс жасайды. Алдыңғыға қарағанда вирус кірмей тұрған кездегі түріменен қазіргі түрін салыстырғанда олар өте жай жұмыс жасайды. Келесі, компьютер жұмысындағы жиі тұрып қалулар және жаңылысулар бола бастайды. Одан кейін программа дұрыс жұмыс жасамайды немесе жұмысын тоқтатады. Сіздің алдында жақсы жұмыс істеп жүрген программаларыңыз осы вирустардың әсерінен мүлде жұмыс жасамай қояды, немесе ол программа өте қатып қалуларға толы болып пайда бола бастайды екен. Келесі, кейбір файлдардың бұзылуы. Вирустардың ішінде тек Word пенен Excel'де мысалы ретінде файлдарды ішіндегі мәліметтерді жойып жіберетін немесе құрамын өзгертіп жіберетін түрлері бар. Бұл вирустар компьютерге интернеттен қандай да бір файлдарды, программаларды жүктеген кезде сол программаның алдына немесе артына қосылып жазылады дағыны компьютердің жадысына еніп әрекет ете бастайды. Вирустардың кейбір түрлері бар, ұзақ уақыт бойы компьютерға енгендігін білдірмейді, одан кейін барып іске кірісе бастайды, яғни асықпай компьютерді құрта бастайды екен. Енді антивирус ұғымына тоқталайық. Антивирус ұғымы латын тілінен аударғанда вирусқа қарсы деген мағынаны білдіреді. Яғни вирус дегеніміз у болса, уға кері, уға қарсы деген мағынаны білдіреді. Өзінің аты айтып тұрғандай, біздің компьютерімізге енген қауіпті программаларды, нұсқауларды, яғни вирустардан қорғайды. Қауіпті программалардан қорғау арқылы біздің операциялық жүйемізбенен файлдардың ластануын болдырмайды екен. Және қандай да бір кедергісі бар кодтардан қорғайды, және ол вирустардың таралуы менен көбеюін болдырмауға арналған арнайы программа болып табылады екен. Жалпы осы антивирустардың жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ, ол сканерлеу арқылы жұмыс жасайды. Компьютерді, оның ішіндегі С және Д дискіні толық сканерлеуден өткізеді, сөйтіп вирустарды табады. Компьютердегі С және Д дискідегі вирустарды өзіне сәйкес қимыл орындамайтын немесе вирустанған файл программаларды табады, олардың қауіптілік дәрежесін анықтайды екен. Бұл антивирустардың жұмыс істеу принципін жеке-жеке айтатын болсақ, табылған вирустарды антивирус программаның базасына жеткізеді. Одан кейін ол вирустық қасиетке ие болып, зияны болса, базаның сигнатурасына тіркелсе, келесі бұйрықтарды орындауға мүмкіншілік болады. Бірінші, вирустанған файлды жояды. Екінші, вирустанған файлдың басқа барлық файлға байланысын жояды. Үшінші, карантинге енгізу. Антивирустың критериясы бойынша вирустың таралу қаупінен оны қолдануға мүмкіншілік бермейді. Төртінші, файлды тазартады, яғни енген вирусты жояды. Бесінші, ешқандай бұйрық орындалмайтын жағдайда оны операциялық жүйенің келесі өшіріліп қосылуында, яғни перезагрузка деп айтамыз, сол кезде ғана вирус толығымен жойылады екен. Енді қазіргі таңдағы ең көп қолданылып жүрген танымал антивирустық құралдардың түрлеріне тоқталайық. Бірінші, экранда суретте көрсетіліп тұрғандай, ESET Note 32 антивирусы, одан кейін Kaspersky антивирусы, сосын үшінші Total Security, Dr. Web және McAfee антивирусы және EVS деген осындай танымал антивирустардың түрлері бар. Тек бұл ғана емес, олардың түрлері өте көп, бірақ ең көп қолданылатындары ретінде осы түрлерін айта аламыз.
Енді антивирустардың түрлеріне кішігірім шолу жасап, анықтама бере кетейік. Детектор программалар антивирустардың бір түрлері. Ол тек бұрыннан белгілі бір вирустың түрлерінен қорғай алады, ал кейінгі вирус түрлеріне дәрменсіз болып келеді. Келесі доктор программалар, бұл вирус жұққан программалар мен дискілерден вирус әсерін алып тастау арқылы емдеп, бастапқы қалпына келтіреді. Ревизор программалар, бұлар ең алдымен дискілердің жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есіне сақтап, оны әлсін-әлсін кейінгісімен салыстыра отырады да, сәйкессіздікті анықтаса, дереу программа иесіне хабарлайды. Доктор ревизорлар. Доктор программалар мен ревизор программалар арасына шыққан гибрид. Бұлар файлдағы өзгерістерді анықтап қана қоймай, оларды автоматты түрде емдеп, бастапқы қалпына келтіреді. Қазіргі кездегі антивирустар. Эвес антивирус, бұл вирусқа қарсы тексеру өте жылдам, компьютердің ресурстарын көп қажет етпейді. Келесі руткиттерге қарсы қорғаныс, одан кейін шпиондық программалардан қорғаныс. PC Tools антивирусы, бұл шпиондық программаларды, вирустарды тауып жояды. Компьютерді автоматты түрде бақылап отырады. Енген вирусты бірден жояды. FG антивирус Free үйде қолдануға арналған антивирустың түрі, вирустық базаны тез жүктейді. Пайдалану функциясы өте қарапайым. Касперский антивирусын анықтама берейік. Вирустардан, трояндық бағдарламалардан, құрттардан қорғайды. Шпиондық, жарнамалық программалардан қорғайды. Келесі автоматты режимде немесе талап бойынша файлдарды тексереді. Одан соң браузердегі интернет трафикті тексереді. Және Java және Visual Basic секілді скрипттарды тексеруге арналған антивирустың түрі болып табылады. ESET NoteOtsek антивирусы заманауи вирустардан қорғайды, трояндық программаларды жояды, интернет желісі арқылы соңғы жаңартуларды енгізу оңай болып келеді. Және кең көлемдегі сканері бар, және интернеттен келетін залалдарға қарсы қосымша құралдары бар. Жалпы осы антивирустарды пайдаланған адамның бір пікіріне тоқталып кетейік. Ол жаңағы бізге ұсынатын екі түрлі бағдарлама бар, яғни қазіргі кезде ол бағдарламалар өте көп қолданыста, яғни Windows 7 брандмауэрін қосулы күйінде ұстап отырып, тек ара-тұра сол өзіңіз білетін антивирустарды қолданған жөн дейді. Мысал ретінде оларға Kaspersky Virus Removal Tool және Dr. Web Curit'ті ұсынады бізге. Жалпы Kaspersky Virus Removal болмаса, KVRT деп те айтсақ болады. Мына сілтемеде осы жерде көрсетілген, олардың басқасында байқап көруге болады, олардың ешқандай сіз зиян шекпейсіз. Осы антивирустық бағдарламаны жүктеп болған соң, оны өз компьютеріңізге іске қосқаннан кейін change parameters, яғни параметрлерін өзгертуді түртіп жіберіп, керек жерде жұлдызша қоясыз. Ал вирус ұстау жұмысы start scan үстіне түрткеннен кейін басталады екен. Мынау экранда көрсетіліп тұрғандай. Келесі Dr. Web Curit, бұл утилитаны да осы сілтеме арқылы жүктеп аласыз. Қолдану тәсілі жаңағы антивирустың жағдайына ұқсас болып келеді. Компьютеріңізге жүктеп болған соң, осы көрсетілген бағыттарды ұстап отырасыз. Яғни бірінен соң бірі экранда қадамдар көрсетіледі. Сіз жаңағы берілген кеңесті оқи отырып, келесі батырмасын басу арқылы орната аласыз. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, антивирустың орнатылу процесін көре аласыз. Сізге өте түсінікті тілмен көрсетілген. Бүгінгі бейне сабағымызды осымен аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.